Сен маған сүюді үйреттің. Ойыңды билеген бір беткейлігіңді, айтқаныңнан қайтпайтын қырсықтығыңды, қоңыр мінезің мен тәкаппарлықты жеңбесең сорың, жеңсең бағың деп анам үнемі ұрсып отыратын. Себебі мінезім тым асау еді. Әулеттегі жалғыз қызбын. Әкем 3 ағайынды болды. 2 ағасының үлкенінде 4 ұл, кішісінде 2 ұл бар. Біздің үйде 2 ағам, 1 інім бар. Содан болар бәрі басына көтеріп еркелетті. Әкем маған қарап, ешкімді сөйлетпейтін. Атамды көрмедім. Әжемнің алтын сандығымын. Бауырларым түгіл өз балалары мен келіндерінен биік көрді мені. Үйдегі бірінші бастық мен, сосын әжем болды. Әкем үйдің кенжесі болған соң қара шаңыраққа ие болып қалған. 2 атам бізбен бірге тұрмаса да, тапқан табысынан әжемнің үлесін беріп отырды. Сол ақшаны қызымның ақысы деп менің қалтама салатын. Бір сөзбен айтқанда, әжем екеуміздің қалтамыз бір. Бірақ қанша еркелетсе де, әжем мені шолжаңдатқан емес. Мектепте озат оқушы болдым. Үйдің тірлігіне пысықпын. 10 жастан бастап қолыма оқтау ұстауды үйрендім. Қамыр илеу, нан жаю, қазан қайнатуды ерте үйрендім. Тазалыққа, адалдыққа, үнемшілдікке, ептілікке баулды. Өскен соң банка басу, түрлі тәттілер пісіруді де үйреніп әкеттім. Кез келген істі мүлтіксіз атқарамын. Бірақ сол бір беткейлік мінезімді жөнге сала алмадым. Қисық мінезімді ата-анам түгіл жұмыстағы бастығыма да көрсетіп, бір түйіп қаламын. Ол кісі де менің барлық еркелігімді көтерді. Сол мінезімнің болса керек, жасым 30-дан асқан кезде тұрмысқа шықтым. Бір көрген жігіттің жары болдым. Ақ босағамды аттаған күннен ақ қырсық келін аттандым. Күйеуіме емес, қайын атама көрсеттім ғой қыңырлығымды. Бағыма қарай ата-енем де, күйеуім де өте сабырлы, түсінігі мол адамдар. Әсіресе күйеуім менің ит мінезіме шыдады. Оған не көрсетпедім, не істемедім десеңші. Басқа біреу болғанда қолын бір сілтеп кетуші еді. Бір күні жұмыстан кейін әріптестерімнің туған күніне кафеге барып тойлайтын болдық. Күйеуіме звондап, кеш қайтатынымды, туған күн біткен соң мені алып кететінін айттым. Бармасаң болмай ма? Сыйлығын бере салсайшы. Бірге үйге қайтайық. Жас келін емессің бе? Үйдегілерден ұят қой, дегені жыныма келіп тұтқаны тастай салдым. Ол қайта-қайта звондап, болмаған соң қайтатын кезде алып кететінін жазып, SMS жолдапты. Содан алаңсыз құрбыларыммен бірге кафеге барып, туған күн тойладық. Түнгі 12-лерде кафеден шықсам, күйеуім күтіп тұр екен. Үн-түнсіз көлікке келіп отырдым. Ол да, мен де жұмған аузымызды ашқан жоқпыз. Таңертең таңғы ас дайындап жүрсем, енем қонаққа қалай барып келгенімізді, қайсы досымыздың туған күнін тойлағанымызды сұрады. Әріптесімнің туған күні кафеде атап өткізгенімізді, біраз уақыттан бері бас қоспағанымызды айттым. Ал енем сөздеріме таңырқай қарап қалды. Сөйтсем, күйеуім жұмыстан үйге қайтпай, мен шыққанша кафенің алдында күткен екен. Себебін сұрасам, ата-анасының мен туралы теріс ойлап қалмауы үшін менімен бірге қонаққа барамыз деп айтыпты. Бүгінде бойдақ еместігімді, күйеу бар, тұрмыста келіншектің жалғыз өзі кафеге бармауын, түннің жарымына дейін жүрмейтінін де есіме салды. Ол қылығым үшін қысылғаным да жоқпын. Керісінше, тағы туған күн болса, тағы баратынымды айттым да, жатын бөлмеге кіріп кеттім.
Осылайша мен аяғымды шалғыс басумен, ол ізімді жабумен келді. Бүгін ренжіп, ертеңіне татуласып өмір сүріп жүрміз. Бір күні тағы да әдетіме басып, қырсықтығымды ұстады. Жұмыстағы қыздармен түскі ас ішіп отырған едім. Күйеуім хабарласып, кешке қонаққа баратынымызды, тура 6-да дайын болып тұруымды айтты. Дереу салонға барып, макияж жасатып, шашымды реттеп алдым. Айтқандай-ақ 6-ға жұмыстың алдына шығып тұрдым. Ол да 1 минут кешікпей келе қалды. Түріме қарап, неге соншалықты боянып, сыланып алғанымды сұрады. Шашыңды да сәндемей, буа салмадың ба? Деп күлді. Мазақ еткеніне шыдай алмадым. Көзіме келген жасты көрсетпей, көліктің есігін тарс жауып кетіп қалдым. Көлікті шетке қойып, соңымнан келгенше таксиге мініп тайып тұрдым. Тіке тартып, төркініме кеттім. Көз жасыма ерік беріп, әжеме бәрін айтып салып бердім. Енді ол үйге бармайтынымды, күйеуіммен бірге тұрғым келмейтінін айтып, әбден жылап алдым. Ал әжем болса, бөлмеге ешкімді кіргізбей, мені айналып, толғанып отырды. Сөз арасында дәл осылай істесем, кейін өкінетінімді, өмірде жасаған ең үлкен қателігім болатынын айтты. Әжемнің айтқанын тыңдайтын шамам бар ма? Улап жатырмын. Бір кезде түтігіп, күйеуім де келді. Менің түрімді көріп, шошып кетті. Әжем екеумізді отырғызып алып, ақылын айтты. Балаларым, Алла әр пендесін жұп-жұбымен жаратады. Жүректеріңді жүпсіз байлайды. Адам ешқашан өзінің басынан биік болмау керек. Өйткені бақ басыңа қонды. Оны бағалай алмасаң, кез келген жағдайда жерге қарай ұшады. Бір-біріңді сүйдіңдер, сүйікті болыңдар. Енді аялаңдар, бағалаңдар. Алтын сандығым, ата-енең де, күйеуің де қолыңды қаққан жоқ. Келін деп емес, қызым деді. Ол да кез келгеннің бағында бұйырмайды. Мінезі жібектей күйеуің бар. Үнемі алақанында аялап жүреді. Қанша қателікке бой алсаң да азаматтығын танытты. Сені аялаймын деген уәдесін бұзған емес. Отбасы болған соң ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Сылдырласа да сынбауы сенің қолыңда. Қызым, жақсы қыздың жаман жар, келсап келін болуы мүмкін емес. Біз сені олай тәрбиелеген жоқпыз. Енді бір-біріңнен кешірім сұрап, қол ұстасып үйлеріңе қайтыңдар, деді. Күйеуім де бір сөзге келмей, кешірім сұрап, құшағына қысты. Маңдайымнан сүйіп, екінші рет ренжітпейтінін айтты. Мен де көзімді басқан шелден құтылып, кешірім сұрағым келді. Бірақ бетіне қарап, қолымнан ұстап кешірім сұрауға батылым бармады. Десе де, ақылы шынайы сүюді үйреткен күйеуіме 1000 рет алғыс айтқым келеді. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы.